тану. Бүгін бізде жалпы түсірілім бойынша алғашқы әкім, бірінші әкім бізге қонаққа келіп отқан. Арал ауданы Қосаман ауылдық округінің әкімі Әлібек Ізбасаров. Қош келдіңіз, Әлеке. Жалпы біз Аралға барамыз ба деп жүргенбіз сізге, бірақ бүгін сәті түсіп қалыпты да қалаға келіпсіз өзіңіз. Арал бізге келді. Арал бізге келді. Сондықтан үлкен рахмет. Жалпы әкім болған қалай екен? Қашан әкім болдыңыз? Тамаша. Енді қазанның бірі тағайындалдым. Жалпы енді міндетті тексеру бар. Ол енді 2 айға созыла ма, 3 айға созыла ма, арнайы тексеру. Сол шешім оң қорытындысы келем дегенше пока міндетін атқарушымын. Сол 30 күні аудандық мәслихат депутаттары сайлау болды. Сол сайлауда сенім артып ұсынғаннан кейін сайлап, сол 1 қазаннан бастап қызмет жасап жатырмын. Сол жақта Қосаман ауылдық округі, енді 600-ге жуық тұрғындар бар. Әлімнің қайсысы тұрды оқта? Қаракесектер. Бірақ Қосаман деген әулие кісі болған кезінде. Естуім бойынша енді жаймен зерттетіп жатырмын. Бізде Әлімде Төртқара деген ру бар. Сол жақтың несі екен. Өзім де Төртқарамын, как раз. Сонымен әйтеуір қызметіңді неңде бір бұйырмысы шығар деп ойлаймын. Аралдан 115 километр жерде орналасқан Сексеуіл деген кент бар. Сол кенттен ары қарай орналасқан Қосаман және Ағеспе деген ауылдық елді мекендер бар. Екі елді мекен қарайды. Сол жаққа әйтеуір қызмет бабымен барып жатыр. Барлық жинаған білімім бар, біліктілігімді сол жаққа жұмсайын. Елге еңбек етейін, қызмет етейін деп. Құтты болсын. Негізі көбісі сондай сөздерден бастап әдейісен тайып кетіп жатады, бірақ ондай сіздің басыңызға бұйырмасын. Осы сөзіңізді берік болыңыз сол кезде. Неге праймеризге бармадыңыз? Осы жұрттың бәрі шулап жатты ғой, сол кезде неге бармадыңыз? Праймериз енді партияшылық іріктеу ғой былайынша келгенде. Енді оған жастарға орынды беруді жөн көрдім. Өйткені 2016 жылы аудандық мәслихат депутаттығына үміткер болып түсіп, сайланып әйтеуір бұйырып жастардың атынан. Енді келесі кезекте ойладым, енді жас отан бар, басқа да жас кәсіпкерлер бар. Сол жаққа кішкене орынды не істейін. Сосын енді мемлекеттік қызмет қой, енді мемлекеттік қызмет пен депутаттық екеуі сәйкес келмейді. Сондықтан да өзімнің ойым мемлекеттік қызметті сұрап жүргеннен кейін ол жаққа да екі мен басын ұстамайын деген оймен не қылдым. Сөйтіп бармай қалдым, бірақ жастар қатысты ғой, белсенді қатысты. Арал аудандық жастар ресурс орталығының директоры болдыңыз. Аралдың жастарының айырмашылығы қандай? Енді сіз ана жаққа барасыз, мына жаққа барасыз, шамалы салыстыратын шығарсыз, енді біздің жастар былай дегендей. Жалпы айтқанда, Ақұдай жастар қандай айырмашылығы бар, қандай ерекшелік бар ауданның? Аудан енді солтүстікте орналасқан ғой, енді облысымыздың. Біз енді аралдықтар көбінесе Ақтөбе өңіріне жақынбыз, Шалқар, Сексеуіл, Шалқар, Ақтөбе. Студенттеріміз, жалпы түлектеріміздің көбісі, басым көпшілігі сол Ақтөбе, Орал, сол жаққа кетеді. Сосын қалғандары осы Қызылорда, оңтүстікке қарай не істейді. Жалпы енді біздің жастардың басым көпшілігі сол Ақтөбе жаққа қарай, батысқа қарай ғой, барынша беттерін бұрып тұрады. Енді жалпы андай не бар ғой, Еуропаға бет тұрып жатса, біздің Еуропа сол Ақтөбе өңірі, Орал бар, сол жаққа қарай барынша. Білмеймін, енді бізде тренд ба, тенденция ма, 8 бітіріп 9 класста колледжге барамын деген өзінде де Ақтөбе, Орал деп тұрады. Сосын әрі қарай кететіндер, мысалы Алматыны айтып отырады, Шымкентті айтып отырады. Енді басым көпшілігі сол батысқа қарай істейді. Неге ондай былай зерттеу жасап, ояқ жақын ба? Жақын, сосын жамал немізде келеді ғой, менталитетте келеді. Бізде енді Қызылорда өңірінің өзінде 3-4 менталитет бар ғой. Арал Қазалының менталитеті бөлек, Қармақшы, Байқоңырдың менталитеті бөлектеу. Сосын қала бар, қаладан кейін осы Шие Жаңаорған оңтүстікке жақындау. Сонымен де уже байқалады да. Форумдарда болсын, облыстық форумдарға келген кезде де әңгімеден де басқадан да уже байқалып тұрады. Жалпы біз енді шамалы қонақты зерттейміз ғой, енді шамалы анада сұраймыз, ешкім жамандамайды, әйтеуір Әлекең осы Әлекең жайлы пікірін қандай десе, Әлекең жақсы. Әлекең коммуникабельный дейді да. Енді сіз неше жыл басқардыңыз? 10 жылдай басқардыңыз ғой, ауданды? Жалпы жастар саясатына 10 жыл болды. 2010-да келдім. Ол кезде Нұр Отан партиясы жас отан жастар қанатына келдім.
Содан кейін бертін келе 2014-те бізде жастарды қолдау орталығы деген ашылды облыс бойынша басқарма жанынан. Сол жаққа әр ауданнан 2 қызметкер болды. Мен сол бөлім басшысы болдым. Сосын кеше 2017-те әр аудан өзі жергілікті бюджетке қарады, өзі еншісін алып бөлек кеттік. Жалпы енді жалпылама жастар саясатында 10 жылдай қызмет жасап. Енді мысалға Ақұдайлар деген әңгіме бар ғой, енді ақш дейді, Арал Қазақ штаттары, Ақұдай құрама штаттары дейді ғой, Арал Қазағын. Ақұдайлар дейді, мысалға бір жерге барғанда руын айтқан, Ақұдайсың ба деп шығады. Сондай бір стереотиптерді естіген кезде қалай реакция бересіз? Енді негатив нәрсе айтса шамалы ойланып қаласың, бірақ позитив айтса келісемін. Бізде енді жаңағыдай ғой, коммуникабельный, сосын жаңағыдай бізде енді айтады да, сөйлесіп отырамыз да, мысалы, сен ананы танисың ба десе, кейбіреулер бар, жоқ танымаймын десе, уже әңгіме үзіліп қалады уже. Біздікілер андай да, әйтеуір көрсем танитын шығармын, әйтеуір дейді. Сөйтіп уже соған көбісі айтады да, сөзін бөлмейсің, адам көңіліне қарап сөйлейсің деген сияқты. Сондай менталитет бар. Енді стереотип қалыптасып қалған ғой, бірақ енді әр өңірдің өзінің стереотипі бар. Мысалы шымкенттіктер де айтып жатады. Енді Ақұдайды не қылып жатады. Мысалға әкім болып бардыңыз, шамалы бір үрей болған жоқ па? Мен қазір барам, әкім бір туралы әңгіме көп болса, ойбай, мынау келді, тонады, өйтті, бүйтті деген сияқты шамалы бір не болған жоқ па? Үрей 50-де 50. Енді сайлау болды ғой, сайлаудың алдында таныстыру болды. 25 күн бұрын барып таныстырды. Қыркүйек айының 5 күні барып таныстырды. Сол кезде енді айтып жатыр ғой, енді ардагерлер сөйлеп жатыр, ақсақалдар сөйлеп жатыр. Ол жердің ақсақалдар басты мәселесі айтты. Жассың, шынымен де ынтамен келіп тұрсың ба, қинап жатқан жоқ па, бір амалсыздан жіберіп жатқан жоқ па деген әңгіме болды. Біріншісі, екіншісі, осы жерге келіп қоныстанасың ба деді. Енді ол жерде андай екен, енді шалғай ауыл болғасын, шалғайда емес, енді шалғайда не істеп қалған, сосын бір жағынан ұялы байланыс жоқ. Әкімдер жаңағыдай 5-ші күннің кешкісін жолға дайындалып, чемоданды немен жүреді да. Сондай нәрсе айтты. Сосын енді өзім ниетімен кәдімгідей жұмыс жасаймын, қызмет етемін деп келіп тұрмын. Ол кезде бір драйвпен, әлде де бар ғой енді. Сол драйвпен тұрдым, әрине дедім. Сосын уже тұрғылық жерге көшіп келесің ба дегенсің. Ол ондай қатты немес қой дедім. Болды, осы 2 нәрсені орындасаң, кез келген нәрседен қолдау береміз, демейміз дегенсің. Болды, ағалар деп сол жерде бір кішігірім танысқандай болдық. Сосын кеше тағайындап отырғызғаннан кейін келіп айтып жатыр, бізде мынандай. Енді ауылдық жерлерде көбісі андай дастархан басында не істеледі ғой. Қызметке отырдым, кешкісін уже құда жол ма, бірдеме, бір Құран оқыту ма, сондайға болып жатты, соған шақырып. Сол астана ұстайып, ақсақалдармен танысып, сол жерде әйтеуір. Енді ауылдың бір жақсы жері бауырмал ғой. Бәрі бір-бірін таниды ғой сосын. Бәрі бір-бірін таниды. Сосын сұрасаң, андай бір әр ненің досьесі бар сияқты да. Анау-мынандай деп бәрін айтып береді да. Енді ауыл жақсы, ондай несі жоқ. Главное, ең бастысы ниет болса, осындай жақсы жұмыс істесең, көтермелеу ғой. Қазақстанда енді біздің Қызылорданы көп айтады да, Қазақстанда руға қатты бөлінеді. Жаңақорғанда 3 руды айтады. Сунақ, Қожа, Қоңыраттар, солардың советі басқарады деп, трайбализмді айтады. Ал енді мына Арал өңірде ақсақалдар советі дейді, Ақұдайлар әлімдер дейді. Сондай нәрсе қаншалықты кедергі, әлде ол көмегі бар деп ойлайсыз ба? Енді оны екі жақтап қарау керек та. Кейбіреулер бар, мысалы, біздің руға сөз келмесін, біздің руға бір жамандық нәрсе келмесін, тіл тигізбе деген нәрсемен қайрап отырады, мысалы. Ол да кішігірім мотивация да, өз-өзін ұстап, жинақтап жүруге. Бірақ енді бізде ауданда ру шешіп жатыр, рулық бір не болып жатыр деген аса бір не қылып жатқан жоқ. Былайша жаңа не дейді ғой? Орысша әр неге компромисс іздеп бір ортақ шешіммен не қылады, сондай не жоқ. Сосын Арал дегенде 3 нәрсе еске келеді да. Бірінші ол тұз, екінші тартылып жатқан теңіз, үшінші пысық адамдар дейді да. Енді сол 3 нәрсенің сол қаншалықты әсері бар Арал ауданына? Так, енді тұзға келетін болсақ, Арал тұз енді өзіміздің өндіріс, ол енді табиғи нәрсе, өңделіп экспортқа шығарып жатыр, сонымен танылып жатыр. Енді Арал теңізімен де танымалымыз ғой, бірақ енді өкінішке орай осы экологиялық апат аймағы деп шамалы
тартыншақтайтын да кездер болады. Бірақ енді қазір шүкір жаңағы Көкарал бөгеті бар ғой, салынып, кіші аралды толтырып, жақсы бір балық шаруашылығы қайтадан жанданып, шамалы болса да не келіп жатыр да. Енді аралды біз экологиялық аймақтан гөрі туристік аймақ, бір қайтадан жоқтан бар жасай білген өлке деген сияқты сондай жағымен біз рекламировать етуіміз керек сияқты мен өзім. Өйткені экология деген сайын жамандаған сайын да уже адамның да несі кете береді. Позитивный нәрсе. Как будто бір неге Чернобыльға барған сияқты. Чернобыльға барған сияқты болған. Еламан, сұрақтарың бар ма қонаққа? Мен қоямын деген сұрақтар мен қойып тастадыңыз уже. Қызылорда ма Ақтөбе ма деген сияқты сұрақтар соңғы қойған сосын. Теңіздің тартылып жатқан жерін сұрағым келген негізі. Біз білетініміз теңіз тартылып жатыр дейді, ал шынайы сол жақта тұрып жатқан адам ретінде мысалы қалай ойлайсыз? Сондай анау айтқанда экология бар ма жоқ па? Жоқ, жалпы айтарлықтай экологиялық. Енді теңіздің үлкен бөлігі ұлы теңіз дейді ғой. Ол жақ енді тартылып бойынша байқалады. Ана кіші арал деп жатады. Кіші арал әйтеуір отметка бар. Сол отметкаға дейін толады да. Толғаннан кейін шлюзді ашу керек болады. Болмаса ана бөгетті бұзып кетеді да. Сол бөгетті толған кезде, ана ұлы теңізге қарай шығып жатқан кезде бізде ана Қосшар деген питомник бар. Балықты өсіріп, бір определенный неге өсіреді да, теңізге құяды. Сол жақта уже неге өсіп кететін қылып. Сол шлюзді ашқан кезде көбінесе балықтар көбісі ағып кетіп жатады да. Сол кешеде бір приборлар не қылып жатыр, ана бөгеттің жанынан балықты қашыратын. Соның өзінде де енді ана не дейді біз Көкарал бөгеті 9-шы дейміз ғой. Сол жаққа барып төменге қараған кезде кәдімгі балықтар ағыспен ағып жатқан кезде аяйсың да, кәдімгі тұщы судан ащы суға ағып ана жерде бір қашу болып жатады ғой. Енді көбісі өліп қалып та өліп те жатады мысалы балықтар. Сол кезде байқалады да, көзіңше кәдімгі таза су мен тұзды суға барған кезде уже айырмашылығы суда байқалып тұрады да. Аралдың түбінде қала табылған дейді да. Тартылғаннан кейін. Сол если ол рас болса мысалы, ол значит кезінде уақытта дамымаған адамдар қала салған, соны толып тұр ғой айтып значит, иә. Атлантида сияқты болған ба не? Сол жұмыстар. Енді ондай әңгімелер не бар ғой енді. Ғылыми дәлелденгені бар, дәлелденбегені бар. Жалпы енді мен өзім ол нәрсені, ол аңызды жаңағыда айтып жатырмын, туристік, бір адам шақыруға, сондай бір нәрсеге пайдаланар едім да. Бірақ енді мен оны зерттеген жоқпын, не алған жоқпын, бұл туралы тікелей айта алмаймын да. Хорошо, Алик. Енді біз бірлі жарым былай таныспыз ғой енді. Жақсы былай жинастарда не араласып әйтеуір тіл табысып кеттік. Мен американский боги деген Нил Гейманның кітабын оқып жүргенде маған жаздыңыз. Осы кітапты 5 мен оқимын дейді. Мен таңқалып қалдым. Әлекең аралда жүріп ше. Мен сіз андай бір қазақы кітаптар бар, Кілеңжа, Әбенің кітаптарын оқып жүре ма деп сосын қуанып кеттім. Оқып болайын, обязательно беремін деп. Сонымен беріп жүріп, әйтеуір сондай бір қызық ситуация болған. Енді бізде қасымызда қазір Өршан деген ініміз отыр, осы кітап қорттарына белсенді мүше. Сол өзің оқыған кітаптарың жайлы айтып берсең, Өршан. Ең бірінші оқыған кітабым есімде жоқ, бірақ соңғы кездері оқыған кітаптарым бар. Жалпы рекомендация беретін кітаптардың өзі. Рекомендация сол «Хижина дядя Тома» сіз берген. Сосын так. Авторы кім? Автор. Есі қиналмақ. Өткенде оқыған мүмкін не кітап емес па «Хижина дядя Тома»? Жоқ, ол емес. Ол басқа. Ол кезде бәрі келісіп алған. Так, сосын «Первому игроку приготовиться», әсіресе фантастика жанрына қарай келеді. Сосын если қазіргі жастарға бізде көбінесе жастар орысша кітаптар оқиды ғой, қазақша кітаптар оқымайды. Қазақша жағынан Абай жолдарын ұсынатын едім да. Оқыдың ба өзің? 6-шы ма, 7-ші класста ма оқыдым. Бірінші томын ғана. Әлеке, сіздерде аралда жастардың кітап оқу несі қандай үдерісі? Үдерісі енді қанағаттанарлық деп айтуға болады. Бізде енді мен енді оқушы кезімде шама кітап оқыдым, қызығушылық болды, әлі де бар ғой. Басты кедергі бізде енді менің ойымша ғой, енді кітап дүкендері жоқтың қасы. Жоқ қой енді Арал ауданында. Сосын кейде менің өзім кездескен кедергілерім, мысалы бізде Абай атындағы орталықтандырған аудандық кітапхана бар. Сол жақта мысалы бір қазақша кітапты іздеп барасың, ол кітап уже андай көп қолдан өткен, жыртылған, қызық жеріне келген кезде бір жоқ кетеді. Сондай болып, сондай кедергі не істедім да. Сосын мен амал жоқ орысшаға көшіп кеттім да. Өйткені орыс кітаптарды енді көбінесе оқи бермейді, сосын жаңасымен тұрады. Болмаса ана өздерінің несі бар, книжный фонд бар. Мен іште апайларға айтамын, ана жаққа кірейінші деп. Сол кіріп, сол жақтан қарап,
бір дана кітаптарды бере бермейді ғой, бірақ мен айтамын апай келіп тұрмын андай жерден тауып алып тұрмын деп, сөйтіп мен бірыңғай орысшаға кетіп қалдым да. Қазір енді ондай қатты оқимын деген адамға кедергі жоқ та, өйткені интернет болсын, электронный кітап бар, сосын ана ридерлер шығып жатыр, мысалы менде кеше жақында алдым, Pocketbook деген бар, ридер, оның өзі де мысалға облачное хранилищесі, өзінің несі бар, PDF формат болсын, любой келген форматты салып алып, жолда жүріп оқи бересің. Бір зарядтың өзі мысалы 2 апталап отырмайды да. Сондай нәрселер адам қазір жоқ деп айтуға да, болмайды деп айтуға да ойланасың ғой. Өйткені барлығы жағдай жасалған. Ең бастысы өзің ниетің болса, өзің кәдімгі мотивация болса, ізденуге де басқа жасауға да мүмкіндік бар, толық мүмкіндік. Енді сұрақ, не шаруамен келдіңіз Қызылордаға? Қызылордаға өзім жеке шаруаларым. Мен келіп, әйтеуір бағанада парктың ашылуына. Әдетте бәрі тәтті бәрі басында, уақыт өте кете буы қалады басыла. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай, себебі сиқыр көпір бар арада расында. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал. Қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл, себебі тап болып қалып жатырмын, мен сосын басшылармен кездесіп қалып жатырмын. Енді кешеде қызметке ауысқаннан кейін бір ойым ғой, енді телефонмен жақсы деп айтқаннан гөрі жүзбе-жүз кездесіп, мысалы Қуаныш Қуантқанұлы бар, Бауыржан бар, енді Бауыржан деп айта берген, замандасымыз ғой енді, Қайырбекұлы. Солармен әйтеуір жүздесіп қалып жатырмын, сіздерді көріп қалып жатырмын. Ольга бар, волонтерлар. Енді көбісін сол жердің жаңағы нелер ғой. Неше ағаш отырғыздыңыз? Неше ағаш отырғыздыңыз? Мен барсам уже бәрі отырғызып. Бәрі отырғызып, сен уже украдено доносып. Әлеке, бауырсақ жеп қойдың. волонтерлар жылы қалай өтті аралда? Қалай басталды, қалай жүріп жатыр қазір? Волонтерлар жылын жақсы бастадық. Енді мына пандемияға байланысты шамалы нелеу болып қалды. Насихаттау жағы шамалы азда болып қалған сияқты енді. Өзің жаңағыда бізде жоспарға сәйкес емес, бірақ енді волонтерларды жалпы жан-жақты пісіруге, қоғаммен араласуға, жалпы мен волонтермін деп көкірек қағып жүргендер де бар да. Екінші жағынан көрінбей кәдімгідей қарттарға көмектесіп, медициналық препараттарға көмектесіп, жай ғана маска таратып, мысалы барлығы үйінде отыр, ештеңеге қарамай, мысалы маған жұғып кетеді ау, маған болып қалады ау, не істеп қалады ау деген нәрсеге қарамай, жай ғана маска таратып, жай ғана брошюра таратып жүрген волонтерлардың еңбегі зор деп ойлаймын. Сондықтан да енді баға беруден аулақпын, бірақ енді кешеде түрлі алғыстар келіп жатыр, түрлі марапаттар келіп жатыр. Мен ойлаймын, қай-қайсына болса да олар лайықты. Әлде де жыл соңына дейін біраз уақыт бар ғой, енді сол жақта қорытындылап, тиісті дәрежеде бір жабамыз деп ойлаймын. Алғыс сұрап алмаңыздар дейсіз. Жоқ, енді алғысты білмеймін, сұрайтындар бар. Дәмеде енді адамның көңілі ғой енді. Көңіл болғасын сондай болатын шығар енді. Бірақ біздің кезімізде дегенде бір үлкен неге айтып тұрмын да. Үйде папам айтады да, бұрын жарысқа барамыз, не қыламыз, сол кезде бір бет қағаз береді дейді. Соны күн аяз болып тұрса да майыстырмай бүйтіп үйге алып келеміз дейді. Ал қазіргілерге мысалы диплом берсең, құр диплом ба не дейді, рамка жоқ па дейді, рамкамен берсең қасында адам жоқ па не дейді, сондай бір не болып заман ғой енді сондай. Сол сияқты ғой, әр поколенияның өзінің бір несі болады. Короче, мен әкем депутатский несі болған ма кезінде, сөйтсе алғыс хат беріпті да, сөйтсе жазып қойды алғыс хатқа пожать руку, похлопать по плечу деп ше. Кәдімгідей ше, сөйтіп келген ғой, сонда алады да арқасынан қағады. Соның өзі үлкен дәреже ше, короче, кеңес үкіметін адамда ше. Хорошо, Әлеке, енді қандай кітаптарды өзіңіз оқыған жастарға, замандастарға оқуға ұсынасыз? Так, енді мен енді соңғы кезде қазақша кітаптар енді жаңаланды ғой кеше. Кітапхана жаңаланғасын көбінесе қазақша кітаптарды оқывадым. Мысалы Жеңіл Шүкіров бар, кеше 90 жылда Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен терінің» өзі, жалпы трилогияның өзі сол Арал өңірін танып білуге, сол жердің балықшылардың менталитетін түсінуге үлкен бір серпіліс деуге болады. Жеңіл Шүкіровті де істеуге болады. Сосын Шыңғыс Айтматовтың кітаптарын жиі оқыдым. Шерхан Мұртаза, мен соңғы кезде бет ұрып жүрген
білмеймін, жастайымда кеше ана кітапханада нем бар ғой, формулярын қарап отырмын, қандай кітап оқыдым, есімде бар ма жоқ па деп. Жас кезімде студент кезім ғой енді, 11-ші класстан былай қарай философия оқыппын өзімше. Сол философия қатты не қылдым. Қазірде жаңалап не істеп жатыр ғой, қайталап оқисың, не түсіндім, не есімде қалды деген сияқты. Сол сияқты менің өзім нем 3 бағытта ғой енді. Прозадан оқысам, сосын өзімнің қызығатын бір нем болады, ол современный бола ма, бір бизнес кітап бола ма, сосын үшіншісі кәдімгі роман бір. Сол үш нені оқысаң уже жалықпайсың да. Бір кітапты оқысаң енді әр жазушы тіл тигізгендей болмайды, бірақ енді бір созбалақтап бір не істеп кететін жерлер болады. Сондай нәрселер. Мен біреу жолдасып алмайды, ұйқым келмесе кітап оқиын дейді. Сол сияқты әркімнің өзінің несі болады ғой, методтары болады, стильдері болады. Бірақ енді основной осы өзіміздің деп айта берейік енді, совет үкіметі ол өзіміздің ақындарымыз, жазушыларымызды оқып білген, ең болмағанда бір кітабын оқыған дұрыс деп ойлаймын да. Өйткені сол кітапта бір қазақи, сол уақыттың, қазақтың бойындағы, жалпы қазақ еліндегі бір өзекті мәселелер болсын, сол кездегі бір салт дәстүр болсын, бір нәрсені ойды жеткізгісі келеді ғой. Сол аураға, атмосфераға сүңгіп, сол жерде бір өзің денеңнен өткізсең, ішкі дүниеңнен өткізсең, оның өзі бір кішкене болса да ата бабаңның жалпы есіне сол дух времени дейді, сол кездегі нәрсеге бір қалыптасқан сияқты. Комменттерді оқығанда шынымен де жаңағы географиясын күшті сипаттайды да. Менің бір плюс бір арманымда Беларанға барып қайту үшін. Сөйтсем сол Белараның төбесіне өзіне белгі бар, өзі не қылып қойыпты ғой, ертең саяхалап жатыр. Белараның белгісі тұр, белгіден былай қарай үлкен құз бар. Ана құз енді бір 10 этаж ба, 15 этаж ба биік. Сол жерге теңіз келіп соғып тұр деген кезде кәдімгі көзің жас келеді. Сонда высоткідей тік жар тұр да. Сосын Белараннан ары қарай өткен кезде бір ущелье бар. Афганистанда бір нелер болады ғой. Сондай ущельелер тұрады да, ортасымен өтесің кейде бір аяқ жол. Бір барып қайтатын жер екен. Ол кезде былайша енді сол конвенттерді оқып барып не істесең, кәдімгідей ощущение болады. Сияқты мен сондай өзім сондай не предвкушать етіп тұрмын. Енді жаңа философия оқыдым дедіңіз, өмірдің мәні неде деп ойлайсыз? Бақыттың кілті неде? Енді оның қалыптасып қалған бір формуласы жоқ қой. Әркім әр нәрсенің өзінің бақыты болады ғой. Үлкен бақытты адам үлкен нәрседен істейді. Кейбіреулер мысалы сәлемдесу, сыйласудың өзін бақытқа санайды. Сондықтан да енді қалыптасып қалған несі жоқ деп ойлаймын. Сүйікті саясаткеріңіз кім? Жалпы тірілерден болсын, өмір сүріп өткендерден болсын. Саясаткерлерден Черчиллді оқыдым, Черчиллді. Сосын Ли Куан Ю бар ғой, Сингапурда. Сосын Малайзияның несі бар, Махатма кім? Ол да медик болған, сол Малайзия не қылған кеше жақында оқимын, атын қалып отыр. Сол енді қазіргі нелерден Досым Сатпаевты оқып қоямын арасында әйтеуір, ананы жазады. Айдос Сарымды да оқуға болады. Енді телеграмнан несінің посттарын қарап оқып отырамын ғой. Астанада бір өткен жылдары бізде жастар ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол жақтан бір апта тағылымдамада өткен кезде сол Айдос Сарыммен әйтеуір пікірлесіп, тілдесіп, мен сол кезде бір шамалы несін көргенмін. Блогерлерден ше? Блогерлерден ондай қатты не жоқ. Жұрт не оқиды, жұрт көргенде көрем деген сияқты. Енді қатты не істеп алатындай жоқ. Дудьті көруге болады мысалы. Сосын Парфенов бар, Парфеновды қарауға болады. Сосын украиндық не бар ғой? Украиндық ютубта канал бар, алып отыр. Сонда көріп жүрмін мысалы. Слава Украине деген. Украинда саясаткер ғой енді, ютубта каналы бар. Хорошо. Әлеке енді азды көпті біраз әңгіме айттық. Енді өзіңізбен сұхбаттасқан бізге жаңа не дейтін еді ғой. Дайджест форматында өтті да бұл сұхбатшы, дайджест форматында тырс өзі қысқа. Бізде аты неше түрлі қонақтар болған. Бітпейтін спагетти сияқты зорып отыра бересің ғой. Негізі ол кісілерге ешқандай ренішім жоқ, просто айтып отырғанымыз ғой. Үлкен рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Еламан, сұрақтарың бар ма қонаққа тағы? Бір сұрақ бар. Балаларыңыздың тәрбиесіне өте күшті көңіл бөледі деп естідім. Шығармашылық жағына жақсы көңіл бөледі деп. Сурет болсын, басқа болсын, сол жайлы айтып бересіз бе? Мысалы,
қандай методтар ұстанасыз, қандай тәсілдер қолданасыз? Так, енді қазір 4 бала тәрбиелеп отырмын. Үшеуі қыз бала оның ішінде. Ең кішкентай ер бала. Жалпы енді өзімнің отбасылық өмірімді қатты афишировать етпеймін. Соцсетке де салмаймын. Ешкім енді білмеймін, мен өзімнің ұстанымым отбасымды көрсетпеймін. Көбісі енді әріптестерім өзі кәдімгідей бәстесіп ақшаға ұтылып қалып жатқан жағдай болған. Мен үйленбеген бойдақтап жүргенде. Сол сияқты, бірақ енді бала тәрбиесі өте жаңағы щепетильный нәрсе ғой. Енді 2-3 метод бар деп ойлаймын өзім. Оны өзің арқылы көрсету. Мысалға, үйде кітап оқып отырсаң, бір белгілі бір нәрсе өтсең, бала енді жастайынан бір еліктегіш болып келеді ғой. Еліктейді, сен көргенің не қылады. Енді қазір де үйде де қыздарым бар. Мен оқыған кітабымды оқиыншы деп талпынады да. Сол мен айтамын, сен мынадан баста, сен былай істейсің. Жоқ, мен осыны оқимын. Сенің нәрсеңді менде жаңағыдай ғой енді. Оқып алып, сен мен не қылайыншы, пікір таласайын деген ой шығар енді, бірақ енді біліп тұрсың ғой, ол жерде 7 ғасыр жырлайды деген бір томдық бар, дәу кітап. Соны оқимын дейді. Мен енді оқыма, түсінбейсің деп те айта алмайсың да, ол кезде бір бетін қайтарғандай боласың. Бір жағынан жаңағыдай ғой, мысалға бір досым айтады да, мен әкем маған бүйт сөйт деп айтқан жоқ, бірақ өзінің жүріс-тұрысымен, өзінің бір ортадағы әңгімесімен маған тәрбие берді дейді. Сол сияқты балаға әртүрлі метод қой, көрсетіп те нұқып та тәрбиелеуге болады. Жоқ, көрсетпей, ештеңе демей-ақ өзіңнің жүріс-тұрысыңмен де тәрбиелеуге болады. Сондықтан мен ойлаймын, әр бала индивид дейді ғой. Жеке тұлға ғой, қалыптасып келатқан. Оған әртүрлі бірдей формула жоқ та, өзінің қызығушылығы болады. Енді ер жетіп бір тәй басып, бір қылық шығара бастағаннан үміттенесің ғой. Ән айтып жатса, ой, әнші болар ма екен дейді. Кітап оқып жатса, ой, жазушы болар ма екен деген сияқты. Әлі күнге дейін сен ертең университет оқып жатқанның өзінде де сен 100% айта алмайсың да, сен мынандай бол, мынандай бол. Өйткені өмірдің өзі жаңағыдай ғой, барған кедергі болады, кейде бір карьералық болсын, бір жетістіктер болады, соған қуанасың, кейде әйтеуір жемейсің деген сияқты. Бірақ енді қатты не жоқ, бірақ барынша әйтеуір бір үлгілі, бір өнегелі әке болуға тырысып жатырмын. Жақсы, өте жақсы. Мен де ойландырып жібердіңіз ғой, Алеке. Мен де кейде сол вопросты қоямын да, қалай болады деп. Жалпы өткен жолы балаңыз ұрып жібергеніңізді айтсаңызшы. келісіп, қайда ойлайды. 3-те 10 қай жағынан өтірік айтады еді. Қашан, Алеке, как раз біз өзіміз Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы бар. Солар осылай кітаптар дайындаған Қызылорда облысы туралы жол сілтеме, ішінде 3 тілде барлық осы әр аудандарды қамтып, суреттерімен түсініктеме берген да. Сондықтан осыны сізге естелікке біздің кітап құрттарының атына сыйлыққа бергім келеді. Құрметті Алеке, елеулі еңбегіңіз арта берсін. Ізгі тілекпен кітап құрттары. Бәлкім бұны оқып отырсаңыз, қыздарыңыз қызығып оқыр. Ары қарай қаланы танып кетер, может быть, белгілі бір жерлерін. Бұл кезекті құрттану. Бүгін бізде қонақта болған алғашқы әкім. Біздің құрттанудың Әлібек Ізбасаров. Миларымыз құрттамасын. Жақсы күндері кездескенше.